Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбайұлының туған күні 10 тамыз. Елімізде Абай күні болып белгіленді. Үкімет қаулысымен аталмыш күн мерекелік күнтізбеге енген. 2020 жылы Абай Құнанбайұлының 175 жылдығы аясында Абай жаққан бір сәуле атты Абай ауданының ақын қаламгерлерінің таңдамалы шығармалар жинағы жарық көрді. Бүгін Топар кенттік кітапханасы Абайды жырлаған жерлестер атты поэзиялық оқуларын жалғастыра отырып, Абай атамыздың ақындық жолын жалғастырып келе жатқан ақын қаламгер жерлесіміз Ержан Имашевтың жүрегімде ұялаған Абайым атты өлеңін қабыл алыңыздар. Ержан Имашев. Жүрегімде ұялаған Абайым. Құдай ақы, қаламайын қалайын, жүрегімде ұялаған Абайым, бұрысымды бетке басып шыжғырып, дұрысына бағады анан ағайын. Желдей гүлеп, оқта-текте көпіріп, жалған сөйлеп, айта қалсам өтірік, жүрегімде ұялаған Абайым, қиып тастар баласындай жекіріп. Жаратпайды, жек көреді өсекті ол, сыпсын сөзге ерсем құлақ төсек мен, жүрегімде ұялаған Абайым, түн ұйқымда жылып алар төсектен. Өзімді болмас сірә ақтауға, бой алдырсам бөспелікке мақтанға, жүрегімде ұялаған Абайым, сөгіп қатты мені жаман даттарда. Күн кешуді әдет қылып жеңілмен, кезім болса жалқауланып ерінген, жүрегімде ұялаған Абайым, 10 есе етіп сығып алар терімнен. Кедей байға, бай құдайға жетеммен, ысырапқа қазақпыз ғой еті өлген, жүрегімде ұялаған Абайым, қолым қағар мал шашпақтан бекерден. Оңай емес өмір деген досым-ай, қабылдарсың кенесімді шошымай, жүрегіне ұяласа Абайым, дұшпаныңды жеңерсің сен.